Сондықтан да сендердің жұмыстарың отанға керек. Сен керексің отанға. Сен отанға сондай қызмет етіп тұрып, жәннатқа кіре алмай қалсаң, ол позор. Отанға сонша жыл қызмет етіп келдің, ең ключевой жерде. Сөйтіп келіп, сен жәннатқа кіре алмай қалып, лайықсыз болып қалатсаң, имансыз деп жұрт артына әңгіме алып жатса, ол позор. Сен Құдай таңдады сені. Осылай жұмысқа келді, сен көрме, үнемі айтып жүрмін ғой, сен өзіңнің дәрежеңді көргің келсе, сен телефонный справочникке қара. Бірінші кім тұр? Неге 102 тұрған жоқ, болмаса 103? Болмаса бірден 00-101 прокуратура болмаса КМБ деген жоқ. Неге бірінші? ЧС тұр. Міне, бұл сен Құдай беріп қойған абырой, бұл сауабына қарай, ауырлығына қарай. Сенің сол ең қажеттілігіне қарай, сенің дәрежеңді Құдай көтеріп қойды, справочник арқылы. Балаңа айт, балам, сен атқанды істе. Сен әкеңнің қызметін көргің келсе, справочникті аш. Сосын сұра. Бірінші кім тұр ана жерде? Әкім тұр ма? Министр тұр ма? Кім тұр? 101 тұр. Бұл сенің Құдай көтеріп қойған дәреже. Оны төмен түсірмеңдер. Алла тағала саған сондай қызмет берді ме, соған лайық бол. Сол қызметті істеп жүріп, бірақ өзің лайық болмай қалсаң, онда да ұят. Қызметің лайық, мен сөзің де лайық бол. Ісің де лайық бол. Қолың таза болу, көкірегің таза болу, ниетің таза болу, жүрегің таза болу. Сол кезде сен Алланы сүйемін. Сенен содан кейін бала шағасын тастамайтын, күнде ұрыс қырғын шығарып ажыраспайтын балдар туылады сен. Сенің қызметің лайық, орныңды Алла көрсетіп берді. Өзің, сөзің, жүрегің бәрі лайық болды, қолың таза болды. Амжым дүниядан, бармақ басты, көз қысты деген нәрседен ада болдың. Сенің балаң сондай. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің сырттаны, кешек өткен батырлар мен ақындардың ұрпағы, ерте туып, еш заманның маңдайына сыймаған біздің елдің сұлтаным мен, біздің елдің ұлтаны.